Бұл лекцияда біз LIF инфрақұрылым және технологиялардың негізгі ұғымдарын, олардың құрамдас бөліктерін және оларды басқару тәсілдерін қарастырамыз. LIF инфрақұрылым бұл кез келген ұйымның ақпараттық технологияларға байланысты ресурстар мен қызметтерді қолдайтын негіз. Ол аппараттық құралдарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді, желілерді және адам ресурстарын қамтиды. Б. LIF инфрақұрылым дегеніміз не? LIF инфрақұрылым бұл ақпараттық технологияларды қолдау үшін қажетті барлық аппараттық және бағдарламалық құралдардың, желілік құрылғылардың және мәліметтерді өңдеу ресурстарының жиынтығы. LIF инфрақұрылымның негізгі компоненттері: аппаратты қамтамасыз ету, IO, серверлер, жұмыс станциялар, мәліметтер сақтау құрылғылар, желі құрылғылары және басқалар. Бағдарламалық қамтамасыз ету, GNCO, операциялық жүйелер, кәсіпорынның қолданбалы бағдарламалар, желілік және қауіпсіздік бағдарламалар. Желі BU, ақпаратты беру және сақтау үшін қолданылатын байланыс жүйелері мен жабдықтар, соның ішінде маршрутизаторлар, коммутаторлар, желі протоколдар. Мәліметтер және мәліметтер базасы. Ұйымның ақпараттық ресурстарын сақтайтын, өңдейтін және басқаратын жүйелер. Адам ресурстар, мамандар, жүйе әкімшілер, желілік инженерлер және қауіпсіздік мамандар. Аппаратты қамтамасыз ету, IO. Бұл компьютерлік жүйенің физикалық компоненттері мен құрылғылар, яғни бағдарламалық құралдар мен мәліметтерді өңдеуге қажетті барлық материалдық жабдықта. Аппаратты қамтамасыз ету LIF инфрақұрылымның негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Себебі ол барлық ақпараттық процестердің орындалуын қамтамасыз етеді. Аппараттық қамтамасыз етуге келесі құрылғылар жатады. Серверлер мәліметтерді сақтау және өңдеу үшін қолданылатын қуатты компьютерлер. Олар бірнеше пайдаланушыларға бір уақытта қызмет көрсете алады, деректер базаларын жүргізеді және қолданбалы бағдарламаларды іске қосады. Жұмыс станциялар, компьютерлер, жеке пайдаланушылар қолданатын құрылғылар. Оларға дербес компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер және басқа да құрылғылар кіреді. Мәліметтер сақтау құрылғылар бұл қатқыл дискілер, IO, қатты күйдегі дискілер, тасымалданатын сақтау құралдар, тасымалдағыштар және құрылғылары сияқты мәліметтерді ұзақ мерзімге сақтайтын құрылғылар. Желілік құрылғылар, маршрутизаторлар, коммутаторлар, модемдер сияқты құрылғылар мәліметтерді бір құрылғыдан екіншісіне жеткізу үшін қолданылады. Олар жергілікті және ғаламдық желілердің жұмысын қамтамасыз етеді. Перифериялық құрылғылар, мониторлар, принтерлер, сканерлер, клавиатуралар, тышқандар және басқа да компьютермен бірге қолданылатын сыртқы құрылғылар. Қуат көздері және резервті қоректендіру құрылғылар үздіксіз жұмыс үшін қажетті электр энергиясын беретін және үзіліссіз қуат көзін қамтамасыз ететін құрылғылар. Олардың ішінде және генераторлар бар. Аппаратты қамтамасыз етудің сапасы мен қуаты LIF инфрақұрылымның жалпы өнімділігі мен сенімділігіне тікелей әсер етеді. Жабдықтардың дұрыс таңдалуы ұйымның бизнес процестерін тиімді жүргізуге және ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бағдарламалық қамтамасыз ету, GNCO, бұл компьютерлер мен басқа құрылғыларды басқаруға, тапсырмаларды орындауға, ақпаратты өңдеуге және пайдаланушыға қажетті қызметтерді ұсынуға арналған бағдарламалар мен қосымшалар жиынтығы. Бағдарламалық қамтамасыз ету LIF инфрақұрылымның негізгі бөлігінің бірі болып табылады және аппаратты құралдардың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті басқару мен үйлестіруді қамтамасыз етеді. Бағдарламалық қамтамасыз ету келесі негізгі санаттарға бөлінеді. Б. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету компьютердің аппараттық бөлігін және басқа бағдарламаларды басқару үшін қажет. Оның негізгі түрлері: операциялық жүйелер, компьютердің барлық ресурстарын басқаратын негізгі бағдарламалық құра. Операциялық жүйе компьютердің ішкі құрылғылар, процессор, жедел жад, сақтау құрылғылар мен сыртқы құрылғылар, принтер, монитор арасындағы байланысты реттейді. Танымал операциялық жүйелерге жатады. Желілік бағдарламалар компьютерлер мен серверлер арасында мәліметтер алмасуды басқаратын бағдарламалық құралдар. Оларға және желілік протоколдарды жүзеге асыратын бағдарламалар жатады. Қауіпсіздік бағдарламалар, антивирустар, брандмауэрлер, шифрлау бағдарламалары сияқты жүйелік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құралдар. Олар жүйені зиянды бағдарламалардан, хакерлік шабуылдардан және мәліметтерді ұрлаудан қорғайды. 2. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету. Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланушылардың нақты тапсырмаларын орындауға арналған бағдарламалар болып табылады. Олар бизнес процестерді, деректерді талдау мен басқаруды жеңілдетеді. Қолданбалы бағдарламалардың негізгі түрлері: офистік бағдарламалар, мәтіндік процессорлар, электронды кестелер, презентациялар жасау бағдарламалар. Мысалы,
Деректер базасын басқару жүйелері, бәйна, мәліметтерді басқару, сақтау және іздеу үшін қолданылатын бағдарламалар. Мысалы, Йонхэ Ивьеу, Жингі Роза. Кәсіпорынға арналған бағдарламалар, ой, жайын. Компанияның ішкі және сыртқы процестерін басқаруға арналған кешенді жүйелер. О, әбуотову алдыңа табиы. Жүйелері қаржылық басқару, жабдықтау және өндірісті автоматтандырады. Ал жай, хәңу аулебіз, бүбігу. Жүйелері клиенттермен қарым-қатынасты басқаруды жеңілдетеді. Графикалық және дизайн бағдарламалар, Vue, Einsteins, Vue, Rugvu сияқты бағдарламалар дизайн және инженерлік сызбаларды жасау үшін қолданылады. Үй. Орташа бағдарламалық қамтамасыз ету, Vue. Орташа бағдарламалық қамтамасыз ету, бұл қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету арасындағы өзара әрекеттесуді ұйымдастыратын аралық бағдарлама. Бұл серверлер мен клиенттер арасында мәлімет алмасуды қамтамасыз етеді және қосымшалар мен мәліметтер базасының дұрыс жұмысын қамтамасыз етеді. 4. Бұлттық бағдарламалық қамтамасыз ету. Бұлттық бағдарламалық қамтамасыз ету, бұлт провайдерлері арқылы интернет арқылы пайдаланушыларға ұсынылады. Бұл тәсілде бағдарламалық құралдарды орнату қажет емес, оларды интернет арқылы қол жетімді етеді. Мысалы, UDN VC 365 бағдарламалық қамтамасыз етудің маңыздылығы. Тапсырмаларды автоматтандыру, бағдарламалық қамтамасыз ету әртүрлі процестерді автоматтандырып, адам ресурстарын үнемдейді. Қауіпсіздік бағдарламалар мен жүйелері мәліметтердің тұтастығын және ақпараттың құпиялылығын қорғайды. Өнімділік тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету, өнімділікті арттырып, компанияның бизнес процестерін оңтайландырады. Бағдарламалық қамтамасыз ету, ЗИС инфрақұрылымның барлық аспектілерін қолдап, ұйымның жұмысының тиімділігін арттырады. Желі GPU бұл бірнеше компьютерлер, серверлер, принтерлер және басқа құрылғылар арасында мәліметтер алмасу және ортақ ресурстарды пайдалану үшін ұйымдастырылған жүйе. Желілер ЕС инфрақұрылымның маңызды бөлігі болып табылады, себебі олар ақпараттың тиімді берілуін және байланысын қамтамасыз етеді. Желілердің негізгі түрлері. Жергілікті желі, NAP, XGLO, Жергілікті желі бір ғимараттың немесе кеңсенің ішіндегі құрылғыларды біріктіретін желі. Ол мәліметтерді жоғары жылдамдықпен және төмен кідіріс арқылы тасымалдайды. Мысал, бір компанияның кеңсесіндегі компьютерлер мен принтерлердің бір-бірімен байланысы. Ауқымды желі, көп диоголобайня. Ауқымды желі бірнеше қала, аймақ немесе тіпті елдегі құрылғыларды бір-бірімен байланыстырады. ЕГ желілерінің жұмысын қамтамасыз ету үшін интернет сияқты ғаламдық желілер қолданылады. Мысал, банктердің бірнеше қалалардағы филиалдарын бір-бірімен байланыстыратын жүйе. Аймақтық желі, аймақтық желі бір қала немесе үлкен аймақтағы бірнеше жергілікті желілерді біріктіретін жүйе. Бұл желі мысалы, қаладағы университеттер кампустарының желісін біріктіру үшін қолданылады. Сымсыз желі, DNAP, DLL, Сымсыз желі мәліметтерді сымсыз байланыс арқылы тасымалдауға мүмкіндік береді. Оған GPU технологиясы кіреді. Ол арқылы құрылғылар сымсыз роутер арқылы желіге қосыла алады. Мысал, кеңседегі DN желісі. Желілік құрылғылар. Желінің жұмысын қамтамасыз ету үшін арнайы құрылғылар қолданылады. Маршрутизаторлар, Маршрутизаторлар әртүрлі желілерді бір-бірімен байланыстырады және мәліметтердің дұрыс бағытқа жіберілуін қамтамасыз етеді. Олар желіаралық трафикті басқару үшін қолданылады. Мысалы, ішкі желіден интернетке мәліметтер жіберу. Коммутаторлар, Коммутаторлар жергілікті желі ішіндегі құрылғыларды қосып, мәліметтерді бір құрылғыдан екіншісіне жіберуді реттейді. Олар желідегі құрылғылар арасындағы деректер ағынын оңтайландырады. Қауіпсіздік брандмауэр, Брандмауэр желі трафигін бақылап, рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз ететін қауіпсіздік құрылғысы. Ол желідегі кіру және шығу деректерін сүзгіден өткізіп, зиянды мәліметтерді тоқтатады. Желілік шлюздер, Желілік шлюздер әртүрлі желілер арасында мәлімет алмасуды қамтамасыз етеді. Мысалы, және желілері арасында. Желілік протоколда. Желі арқылы мәліметтерді жіберу және алу үшін арнайы протоколдар қолданылады. Протоколдар желідегі құрылғылардың бір-бірімен қалай байланысатынын және деректердің қалай жіберілетінін анықтайды. Ең кең таралған протоколдар. Интернет және жергілікті желілерде қолданылатын негізгі протоколдар жиынтығы. Мәліметтерді сенімді тасымалдауға мүмкіндік береді. Интернеттегі домендік атауларды мекен-жайларға түрлендіретін жүйе. Веб-беттерді жіберу үшін қолданылатын протокол.
XT қауіпсіздік мақсатында мәліметтерді шифрлау арқылы қосымша қорғаныс ұсынады. Файлдарды серверлер арасында тасымалдау үшін қолданылатын протокол. Желілердің артықшылықтар. Ресурстарды ортақ пайдалану. Бірнеше құрылғы бір принтер немесе деректер сақтау құрылғысы сияқты ресурстарды ортақ пайдалана алады. Жылдам мәлімет алмасу. Компьютерлер мен серверлер арасында мәліметтерді жылдам және тиімді тасымалдау қамтамасыз етіледі. Қауіпсіздік. Желіге кіруді басқару және деректерді қорғау желілік қауіпсіздік құралдарының арқасында жүзеге асады. Масштабтылы. Желіні кеңейту немесе жаңа құрылғыларды қосу оңай. Бұл инфрақұрылымды компанияның өсуіне сәйкес дамытуға мүмкіндік береді. Желілер ақпараттық технологиялардағы маңызды рөл атқарады, өйткені олар ресурстарды ортақ пайдалануға және ақпаратты жылдам әрі қауіпсіз түрде алмасуға мүмкіндік береді. Мәліметтер және мәліметтер базасы. Мәліметтер ВУ. Бұл нақты фактілер, көрсеткіштер немесе ақпараттар жиынтығы. Мәліметтер бизнес процестерін жүргізу, талдау жасау, шешімдер қабылдау және қызметтерді автоматтандыру үшін қолданылады. Мәліметтер көптеген форматтарда болуы мүмкін, мәтіндік, сандық, мультимедиялық. Мәліметтер базасы ВУ. Бұл мәліметтерді ұйымдасқан түрде сақтауға, басқаруға және олармен жұмыс істеуге арналған жүйе. Мәліметтер базасы қолданушыларға үлкен көлемдегі мәліметтерді жылдам әрі тиімді өңдеуге мүмкіндік береді. Мәліметтер базасы әртүрлі салаларда бизнес, денсаулық сақтау, білім беру, өнеркәсіп, қаржы және қолданылады. Мәліметтер базасының негізгі түрлері. Реляциялық мәліметтер базасы DN. Бұл ең кең таралған мәліметтер базасы түрі. Мәліметтер кестелер түрінде ұйымдастырылады, кестелер арасындағы байланыстар реляциялық түрде орнатылады. Реляциялық мәліметтер базасы тілін пайдаланады. Мәліметтерді сұрау, қосу, жаңарту және жою үшін қолданылатын арнайы тіл. Танымал реляциялық мәліметтер базасы жүйелер ерекше құрылымдалмаған мәліметтер базасы. Бұл мәліметтер базасы реляциялық емес және құрылымдалмаған немесе жартылай құрылымдалған мәліметтерді өңдеуге арналған. Ол үлкен көлемдегі мәліметтерді басқару үшін қолданылады және дәстүрлі реляциялық базаларға қарағанда икемділігі жоғары. Мәліметтер базасы жиі бұлттық қызметтерде үлкен мәліметтермен жұмыс жасауда және жоғары жүктемелер жағдайында қолданылады. Танымал мәліметтер базалар Denote мәліметтер базасы мәліметтер базасы аналитикалық мақсатта қолданылады. Ол үлкен көлемдегі мәліметтерді талдауға және күрделі есептер шығаруға бағытталған. Denote жүйелері көп өлшемді мәліметтер құрылымымен жұмыс істейді. Бұл талдауды жылдам және тиімді жасауға мүмкіндік береді. Denote мәліметтер базалары көбінесе бизнес барлау, жүйелерінде қолданылады. Мәліметтер қоймасы Мәліметтер қоймасы бұл әртүрлі дереккөздерден мәліметтерді жинайтын, сақтайтын және талдайтын жүйе. Ол көбінесе стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау үшін пайдаланылады. Мәліметтер қоймалары үлкен көлемдегі тарихи деректерді сақтап, аналитикалық есептер шығаруға мүмкіндік береді. Мәліметтер базасын басқару жүйелер Мәліметтер базасын басқару жүйесі бұл мәліметтерді құру, сақтау, басқару және манипуляциялау үшін қолданылатын бағдарламалық жасақтама. Мәліметтер базасының құрылымын басқарады және пайдаланушыларға мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Негізгі міндеттер. Мәліметтерді сақтау, мәліметтерді қауіпсіз және сенімді сақтау. Мәліметтерге қол жеткізу, пайдаланушыларға мәліметтерді іздеу, алу, қосу, өзгерту және жоюға мүмкіндік беру. Мәліметтер тұтастығы, мәліметтердің дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ету. Мәліметтер қауіпсіздігі, рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау. Танымал жүйелер. Ашық бастапқы кодты реляциялық мәліметтер базасы. Веб қосымшалар үшін кеңінен қолданылады. Мәліметтер тұтастығын қамтамасыз ететін күшті реляциялық жүйе. Үлкен кәсіпорындарда қолданылатын жоғары өнімді жүйе. Платформасындағы қуатты мәліметтер базасы шешім. Мәліметтер базасының негізгі операциялар. Бұл мәліметтер базасында орындалатын 4 негізгі операция. Жаңа мәліметтерді қосу. Сақталған мәліметтерді оқу немесе іздеу. Мәліметтерді жаңарту. Мәліметтерді жою. Мәліметтер базасының артықшылықтары. Мәліметтерді орталықтандырылған сақтау. Мәліметтер базасы көптеген пайдаланушыларға мәліметтерді бір орталықтан қол жетімді етуге мүмкіндік береді.
бұл ақпарат алмасуды жеңілдетеді. Мәліметтердің тұтастығы мен қауіпсіздігі. Мәліметтер базасы мәліметтердің дәлдігі мен рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз етеді. Мәліметтерге жылдам қол жеткізу. Мәліметтер базасын тиімді ұйымдастыру және сұрау тілдерін қолдану арқылы пайдаланушылар мәліметтерді жылдам ала алады. Масштабтылық. Мәліметтер базасы өсіп келе жатқан деректер көлемін өңдеуге және қосымша серверлерді қосу арқылы жүйені кеңейтуге мүмкіндік береді. Қорытынды. Мәліметтер және мәліметтер базасы кез келген ұйымның маңызды бөлігі болып табылады. Себебі олар ақпаратты сақтау, өңдеу және талдаудың негізгі құралдары. Дұрыс ұйымдастырылған мәліметтер базасы бизнес процестерді оңтайландырып, шешім қабылдауды жеңілдетеді. Толығырақ ақпарат алу үшін мына сілте. 2. JIS инфрақұрылымның негізгі түрлері. JIS инфрақұрылым түрлі тәсілдермен жүзеге асуы мүмкін, оның ішінде дәстүрлі және бұлттық инфрақұрылым бар. Дәстүрлі инфрақұрылым. Физикалық серверлер мен желі жабдықтары компанияның өз кеңсесінде орналасады. Бүкіл ÖH жүйесінің басқарылуы мен бақылауы компанияның ÖH мамандарының қолында. Артықшылығы деректер мен жүйелердің толық бақылауда болу. Кемшілігі қызмет көрсету шығындары жоғары, жаңартулар мен техникалық қолдау көп ресурстарды талап етеді. Бұлттық инфрақұрылым. ÖH қызметтері мен ресурстары бұлт провайдерлерінің серверлерінде жүзеге асырылады. Компания өз ресурстарын сыртқы провайдерлер арқылы жалға алады. Артықшылығы шығындарды үнемдеу, масштабтылық және қолжетімділік. Кемшілігі қауіпсіздік мәселелері мен мәліметтерді бақылау қиындықтар. Гибридті инфрақұрылым. Бұл дәстүрлі және бұлттық инфрақұрылымдардың комбинациясы. Компания кейбір қызметтерді және мәліметтерді өзінің физикалық серверлерінде сақтайды, ал басқа ресурстарды бұлтқа шығарады. Мәселелер мен шешімдер әртүрлі қызметтер арасында теңдестірілген. JIS инфрақұрылымның негізгі компоненттері. Серверлер бұл мәліметтерді өңдеу және сақтау үшін қолданылатын орталықтандырылған компьютерлер. Олар қолданбалы бағдарламаларды іске қосу, мәліметтерді сақтау, қауіпсіздік және басқа функцияларды орындау үшін қолданылады. 2. Желі. Желі мәліметтерді жіберу және алу үшін қолданылады. Желілер локалдық және глобалдық болуы мүмкін. Желілік құрылғылар, маршрутизаторлар, коммутаторлар байланыспен мәлімет алмасуды қамтамасыз етеді. Мәліметтер сақтау жүйелер. Мәліметтерді сақтау шешімдері серверлер мен желілер арқылы қолжетімді мәліметтерді қауіпсіз сақтау үшін қажет. Олардың ішіне және жатады. 4. Қауіпсізді. JIS инфрақұрылымның қауіпсіздігі мәліметтердің тұтастығын, құпиялылығын және қолжетімділігін қорғауға бағытталған. Бұл брандмауэрлер, антивирустар мәліметтерді шифрлау жүйелері және қауіпсіздік хаттамаларын енгізуді қамтиды. 4. JIS инфрақұрылымды басқару. JIS инфрақұрылымды тиімді басқару үшін келесі процестер маңызды. Жүйені қадағалау және басқару, жүйелік ресурстарды тиімді пайдалану және олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін тұрақты мониторинг қажет. Қауіпсіздік басқару, жүйелер мен мәліметтерді қорғау үшін қауіпсіздік саясаттарын енгізу. Жаңартулар мен техникалық қызмет көрсету, жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді уақытында жаңарту, тұрақты жұмысын қамтамасыз ету. 5. JIS инфрақұрылымның маңыздылығы. Заманауи ұйымдар үшін JIS инфрақұрылымның маңыздылығы артып келеді. Операциялық тиімділік кез келген компанияның бизнес процестері жүйелеріне тәуелді. Жылдамдық және икемділік дұрыс құрылған инфрақұрылым компанияға жаңа мүмкіндіктерді тезірек енгізуге және нарықтағы өзгерістерге жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді. Қауіпсіздік және деректерді қорғау, деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету кез келген ұйымның негізгі міндеттерінің бірі. Қорытынды. JIS инфрақұрылым компанияның барлық ÖH қызметтерін және бизнес процестерін қолдайтын негіз болып табылады. Ол үздіксіз жұмысты қамтамасыз етіп қана қоймай, болашақта даму мүмкіндіктерін де береді. Оңтайлы және қауіпсіз инфрақұрылымды құру үшін аппараттық және бағдарламалық құралдарды, желілерді және адам ресурстарын дұрыс басқару қажет.